Сәлеметсіздер ме? Әділ қазылар алқасы мен көрермендер. Мен Қызылорда облысы Арал ауданы Жарасқан Әбдірашев атындағы номер 60 мектеп лицейінің 7-ші сынып оқушысы Силақсова Жазира. Және де біз бүгін сіздердің назарларыңызға IT-медик болашақ мамандығы тақырыбындағы жобамызды ұсынып отырмыз. Қазіргі заманның күрделі әрі динамикалық әлемінде медицина мен ақпараттық технологияның тоғысуы қоғамның дамуына жаңа бетбұрыс болып табылады. IT-медицина бұл тек мамандық емес, сонымен қатар адам өмірінің қауіпсіздігіне жауап беретін ғылымның бір түрі болып табылады. Осы ғылымды жетілдіретін адам ең негізгі кәсіби тұлға болып табылады. Жобаның мақсаты мен міндеттеріне келсек, жобаның мақсаты IT-медицина саласын жан-жақты зерттеу арқылы оның болашақтың мамандығы екенін дәлелдеп шығу. Міндетіне келсек, болашақ мамандарға кәсіби бағдар беру. Бұл жоба тек ақпараттық сипатқа ие емес, сонымен қатар көрерменнің санасын оятып, оларға ғылыми пайымдау қабілетін дамыту. Енді IT-медик деген сөзді естігенде көп адамдарда сұрақ пайда болуы мүмкін. IT және медицинаны не байланыстырады? Медицина мен ақпараттық технологияны байланыстыратын негізгі фактор деректерді жинау, талдау және өңдеу арқылы адамдардың бойында кездесетін ауруларды ерте кезеңнен анықтап, оларды емдеу. Қазіргі заманда диагностикалық жүйелер мен биоинформатикалық құралдар дәрігердің кәсіби шеберлігін толықтырады. Көптеген болжамдарға сүйенсек, болашақта IT-медик мамандығының маңыздылығы 70%-ға дейін артып отыр. Енді IT-медик деген кім деген сұраққа тоқталсақ. IT-медик медицина мен технологияны үйлестіретін кәсіби тұлға. Ол клиникалық деректерді талдай отырып, диагностикалық жүйелерді жетілдіреді және жаңадан медициналық қосымшалар жасау арқылы адамның денсаулығын жақсартуға өзінің үлесін қосады. IT-медиктің басты қызметі ақпарат ағынын басқару, цифрлық талдау жасау және адам өмірін сақтауға бағытталған шешімдерді қабылдау. IT-медиктің қоғам үшін маңызына келсек, IT-медиктің жұмысы қоғамға тікелей қызмет ету. Ауруларды ерте анықтау, деректерді дұрыс талдау, медициналық қосымшалар жасау, мұның барлығы адамның өмірін жақсартады. Осы мамандық арқылы қоғам денсаулығын сақтап, бір жағынан қоғамдағы технологияның дамуына үлес қоса аламыз. Ол адамдарға сапалы медицина қызметін қолжетімді етеді. Неліктен IT-медикті біз болашақ мамандығы деп алып отырмыз? Қазіргі әлем цифрлық дәуірге көшкен сайын медицинада да технологияның рөлі артып отыр. IT-медик жаңа дәуірдің профессиясы, инновацияны, деректерді талдауды және адам өмірін қорғауды біріктіретін кәсіби тұлға болып табылады. IT-медик бағыттарына келсек, IT-медикте бізде көптеген бағыттар бар. Атап өтсем, биоинформатика, диагностикалық жүйелерді жетілдіру және медициналық қосымшаларды жасау. Биоинформатикаға бізде қажет мамандықта генетик, биоинформатик және деректер ғалымы. Неліктен? Генетикалық және молекулалық деректерді дұрыс талдау арқылы адамдардың бойындағы денсаулықты ерте кезеңнен анықтау. Диагностикалық жүйелерді жетілдіру қажет мамандықтар: бағдарламашы, медициналық инженер және алгоритмдік аналитик. Неліктен? Автоматтандырылған диагностикалық жүйелерді жобалау үшін бағдарламалау, логикалық ойлау және де техникалық инженерлік білім қажет болады. Бұл бағыт клиникалық шешімдерді жылдам әрі дәл анықтауға өзінің көмегін тигізеді. Үшіншісі бізде медициналық қосымша жасау. Қажет мамандықтар: мобильді қосымша әзірлеуші, дизайнер және деректер инженері. Неліктен? Пациенттерге қолжетімді, ыңғайлы және қауіпсіз медициналық қосымша ойлап табу арқылы адамдардың өмірін жақсарту. IT-медик мамандығына арналған оқу орнына келсек, Қарағанды медициналық университеті. Таңдау пәні биохим, қабылдау шарты, ұбт нәтижесі 50 баллдан кем болмау қажет, оқу мерзімі 4 жыл, 1 жылдық оқу ақысы 715 мың теңге. Енді жаңа айтып өткенімде бізде IT-медик бағыттарына медициналық қосымшалар жасау бағыты енеді. Осы жоба төңірегінде біз жаңада медициналық қосымша ойлап таптық. Бұл медицина арқылы біз адамдарға ыңғайлы қосымша жасау арқылы олардың денсаулығын жақсартуды көздеп отырмыз. IT-медик болашақ мамандығы. IT-медик бұл ғылым мен технологияны адам өміріне қызмет ететін салаға айналдыратын мамандық. Оның кәсібі қоғамға тиімділігі келіп, медициналық қызмет сапасын арттырады және ауруларды ерте кезеңнен анықтауға өзінің септігін тигізеді. Болашақта IT-медик инновацияның, білім мен тәжірибенің үйлесімі және адамзатқа өзінің көмегін тигізуде заманауи қоғамның тірегі болып табылады. Осымен біздің жобамыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.